Ахметов Елнұр Мұхамеджанұлы, Іле Алатау ұлттық табиғи паркінің бас директоры. Жалпы Іле Алатау ұлттық табиғи паркі 1996 жылы 22 ақпанда Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен құрылған. Қазіргі уақытта 30 жылға жуық жұмыс атқарып келе жатыр. Негізгі ұлттық табиғи парктің жері 200 мың гектардан астам. Бұл енді әкімшілік территория бойынша Алматы қаласының Медеу, Бостандық аудандарында, Алматы облысы бойынша Қарасай, Талғар, Еңбекшіқазақ, Кеген аудандарында орналасқан. Жалпы 42 гектар жерге арнайы екпе көшеттер отырғызылады. Сонымен қатар өзіміздің тұқым бағымыз бар, питомник дейді ғой. Сол жерде сол көшеттерді 5 жылға жуық өсіріп, соны ұлттық табиғи парктың территориясына егіп, сол өскіндердің өсуіне қолайлы жағдай жасаймыз. Кіру құны өте қатты қымбат емес. Бір автомашинаға 1100 теңге, жеңіл автомашина. Көтеру ойда бар ма, бағасы? Болашақта ойда бар көтеру. Одан қанша бюджетке ақша түсіп жатыр? Енді арнайы біздің есеп шотымызға былтырғы жылы 400 миллионнан астам ақша түссе, биылғы жылы жоспарлап отырмыз 600-700 миллионға дейін ақша түсіру. Бұл ақшаның негізгі мәселесі жаңағы арнайы осы қоқыстарды сұрыптау, оларды полигондарға өткізу, жаңағы жұмысшылардың жалақысы және де инфраструктураны көтеру, туристерге қолайлы жағдай жасау жұмыстарына кететін ақшалар. Жалпы ұлттық табиғи паркта 99 жер пайдаланушы бар. Ұлттық табиғи парктен жер алып, пайдаланып, қазіргі уақытта осы туризмді... Қалай? Қазақстан азаматтары ма? Барлығы Қазақстан азаматтары, ешқандай шет мемлекеттік азаматтарға жалға жер берілмейді. Ұлттық табиғи парктың аумағында жаңағы 99 туристік аумақта жаңағы арнайы конкурспен берілген жерлер бар. Сол бойынша қазір туризмді қабылдау жұмыстары, туристерге жағдай жасау жұмыстары атқарылады. Олардан да бізге жаңағы жалға алған үшін ақшаларын төлеп отырады олар, арендаларын. Қанша ақша түсті? Енді олардан қазіргі уақытта осы жарты жылықта бір 60 миллионға жуық ақша түсті.